біз қате фактілермен шектелеміз. Егер біз өмірімізді түбегейлі, түпкілікті, жүйелі түрде жақсартқымыз келсе, үйлесімге келтіргіміз келсе, алдымен бізді мазалайтын проблемалардың себебін анықтауымыз керек. Ол сөзсіз қате фактілерге жатады. Қате фактілер бұл біз дұрыс, рас деп санайтын сенімдер. Іс жүзінде олардың бәрі шындыққа жатады, бірақ ақиқат емес. Олар әдетте адам қалауынан негізделген. Бұлар қате, бұрыс жасалған қабылдаулар. Бұл ақиқатты бұрмалайды және өзін-өзі алдауға әкеледі. Біз бәрін өзіміз қалағандай көргіміз келеді. Ақиқатқа көз жұмып, ал негізгі біз сенімнің дұрыс түзу призмасын арқылы әлемге, қоршаған ортаға, шындыққа қарауымыз керек. Біз өмірді өзімізді өзгерте алатын деңгейде ғана өзгерте аламыз. Ортаны жақын адамдарды рухани өсіріп, дамыту үшін адамды бірінші өзін өсіріп дамыту керек. Қате фактілерді, яғни жалған сенімдеріңізді түсіну арқылы ғана бізді өмірді өзгерте аламыз, жақсарта аламыз. Көптеген проблемалар ақиқатқа сәйкес келмейтін үміттерге байланысты туындайды және ешқашан орындалмайтын армандарға байланысты. Көңілсіздік бұл біздің ойымызша өмір болуы керек және мен болуым керек деген қате идеализацияларға идеяның салдары. Бұл құбылыс ақиқаттың кедергісі ретінде белгілі. Эмерсон, мен күні бойы не ойласам, мен сондаймын деді. Қазір сізбен интеллектуалды, эмоционалды, физикалық және рухани төрт жағдай тұрғысында болып жатқанның бәрі сіздің санаңызда болып жатқан оқиғалардың нәтижесі. Сіз өзіңіздің қазіргі ақпараттану деңгейіңіз қандай? Сіз тек сана деңгейіңізге негізделген ақпаратты қабылдайсыз немесе қабылдамайсыз. Шынайы сананың нақты деңгейі біліммен, қоршаған ортамен, отбасылық өмірмен, балалық шақтағы тәжірибемен, сәттіліктермен, сәтсіздіктермен, діни сенімдермен анықталады және соларға байланысты. Жақында сіз осы уақытқа дейін, әлі күнге дейін шын, рас деген ойлаған, санадан ақпараттың көп бөлігі шындыққа жанаспайтынын көресіз. Олар іс жүзінде ақиқат болмай шығады. Ақиқаттың берік негізін құрайтын сенімдер туралы осы кітаптағы баяндалған материалды оқи отырып танысу арқылы сіз өзіңіздің қазіргі сана деңгейіңізде негізделген ақпаратты қабылдайтын немесе қабылдамайтын боласыз. Ақпараттың көбісі өкінішке орай бұрыс, қате, өтірік, жалған немесе бұрмаланған болуы мүмкін.